көжегім. Түлкі, тасбақа және кене. Ертеде түлкі, тасбақа және кене дос болыпты. Бір күні олар жерден бір уыс тары тауып алыпты. Үшеуі ақылдаса келе, тарыны жерге егіп, көбейтіп алып, үшке бөліп аламыз деп шешеді. Түлкі бір жарды көріп, мен осы жерде сүйіп тұрайын, құлап кетер деп жарды саялап жатып алады. Тасбақа жерді тырналап тары егеді. Ал кене піскен егінді жинап алады. Олар көп тары алады. Олар түлкіні шақырады. Түлкі келіп, егінді көріп, тарыны үшеуміз бөлісек қаншадан тиеді? Аз мөлшерде шығатын шығар. Одан да үшеуміз жарысып, кім озса егін соған бұйырсын. Мақұл деп үшеуі қатарласып бір жерге келеді. 1, 2, 3 деп түлкі жүгіре бергенде кене түлкінің аяғына жабысып алады. Түлкі барынша жүгіріп мәреге бірінші боп жетеді. Сонда кене: «Әй, мені басып өлтіресің бе?» дейді. Түлкі: «Сен қашан жетіп алғансың?» «Сен бағана 1, 2, 3 дегенде-ақ мен келіп қалғанмын» деп жауап береді кене. Екеуі дауласып жатқанда ентігіп тасбақа келеді. «Әй түлкі, мен бір нәрсе көріп келдім. Жаңа маған 2 қара бүркіті және тазы иттер бар ат мінген 2 адам келді. Түлкі жолдасыңды тауып бер деп мені қорқытты. Түлкі, мен сен туралы айтқан жоқпын. Енді олар маған сенбей осы жаққа қарай келе жатыр». Түлкі айтады: «Мені айта көрмеңдер» деп жалынады. Түлкі: «Мына тарыны екеуін тең бөліп алыңдар. Мен сендерге ризамын. Аңшылар мені сұраса, білмейміз қайда кеткенін деңдер» деп түлкі қашып кетеді. Сөйтіп тарыны тасбақа мен кене екеуі бөліп алыпты.